Саламатсыздар ма, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін біз 6 сынып бойынша Unit 8 Review, Unit 8-ші Unit бойынша қайталау тапсырмаларын өтетін боламыз. At page 102, 102-ші бетте. Алдымен сабағымызды бастамас бұрын арнамызға тіркеліп алыңыздар. Exercise 1. Match the words in the box with the sentence. Қорапшаның ішіндегі сөздерді сұрақтардың мағынасына қарай қойыңыздар деген, я. Бастайық. How much is a return ticket to London? Бұл сұрақ, Лондонға баратын билет қанша тұрады дейді. Exercise 1. Так, бұл жерде біздерге Лондонға баратын билет қанша тұрады деп айтқанда қандай мағынаға келіп тұр, я? Train station. Бізде поезд айтып тұр мына жерде, я? Жалпы. Second, there are some books about art. Бұл кітап өнер туралы бірнеше кітаптар бар дейді, я? Өнер манағыдай туралы. Сонда бұл жерде library, кітапхана туралы айтылып тұр. There is a good film on Saturday. Сенбі күні жақсы фильмдер бар дейді. Cinema, кинотеатр туралы айтылып тұр. Fourth, there is a good place for basketball. Баскетбол өте жақсы ойын дейді, я? Sport center, спорттық манағыдай орталық туралы айтылып тұр. The food here is very expensive дейді. Мұндағы тамақтар өте қымбат дейді. Restaurant болады. 6. There are lots of doctors and nurses. Дәрігерлер мен медбикелер көп дейді мұнда. Hospital, аурухана туралы айтылып тұр. 7. It's very nice near the lake. Көлдің жаны өте тамаша дейді. Park, саябақ туралы айтылып тұр. These t-shirts are very expensive. Бұндағы футболкалар өте арзан дейді. Shop, дүкен туралы айтылып тұр, я? Exercise 2. Екінші жаттығу бойынша write the opposite. There are two adjectives that you do not need. Бұл жерде қарама-қарсы мағыналарын қорапшаның ішінен алып қоюымыз керек. Pretty, ugly, safe, dangerous, noisy, quiet, teeny, enormous, friendly, unfriendly, modern, old, clean, dirty, near, far. Осылай жасадық. Exercise 3. Үшінші жаттығу бойынша write affirmative and negative sentence. Use there is, there isn't, there are, or there aren't дейді. For example, a big hospital. There is a big hospital. Мына жерде галочка тұр, яғни бұл жерде біздерге affirmative sentence жазуымыз керек, я? X тұрса, negative sentence жазамыз. Болымсыз сөйлем жасаймыз. Мына жерде болымды сөйлем жасады. Енді бірінші сөйлемде some factories деген сөз тұр ма? Бұған біз болымды сөйлем жасауымыз керек. Так, there are some factories. There are some factories. There aren't any offices. Ешқандай кеңселер жоқ деген, я? Болымсыз сөйлем болғанда. There are one or two cheap shop. Бір-екі арзан дүкендер бар дейді. There isn't a sport center. Бұнда спорт орталығы жоқ. There aren't any good restaurant. Бұл жақта жақсы ресторан жоқ. There is a train station. Мұнда теміржол вокзалы бар. There is a nice library. Мұнда өте жақсы кітапхана бар. There are two cinemas. Бұнда екі кинотеатр бар. Енді exercise 4. Write questions for the answers in exercise 3. Үшінші жаттығудағы мына жердегі сөйлем бар, жаңағы жазып отқан. Соған сұрақ қоясыздар және қысқа жауап жазасыздар дейді. Енді мен сұрақ қойып қысқаша жауап көрсеттім. Are there any factories? Yes, there are. Are there any offices? No, there aren't. Are there any cheap shops? Yes, there are. Is there a sports center? No, there isn't. Are there any good restaurants? No, there aren't. Is there a train station? Yes, there is. Is there a nice library? Yes, there is. Are there two cinemas? Yes, there are. Осылай, exercise 5. Бесінші жаттығу бойынша complete the sentence with comparative adjectives. Салыстырмалы сын есімге айналдырыңыздар дейді. Мына қорапшаның ішіндегі сөздерді салыстырмалы сын есімге айналдыруымыз қажет.
This town is bigger than my town. Мына жерде bigger деп көрсетіп қойдым. The city center is safer in my dirty time. Так, бұл жерде қала орталығына қауіпсіз дейді, иә? Қауіпсіздеу дейді күндізгі уақыт. The city is more exciting than my town. Қала, менің қалама қарағанда бұл қалада қызықтырақ дейді. Fourth, the weather is better in the south of the country. Еліміздің оңтүстігіндегі ауа райы жақсылау дейді. Fifth, the people here are unfriendlier than at home. Мұндағы адамдар манағыдай үйдегі адамдарға қарағанда өте манағыдай ашулы дейді, иә? The modern buildings are taller than the old ones. Қазіргі заманғы ғимараттар бұрынғылардан ұзынырақ дейді. Exercise 6. Write sentence using the superlative form of the adjectives. Бұл жерде енді күшейтпелі сын есімге айналдырып жазуымыз керек сөйлемді. Everest is the biggest mountain in the world. Everest әлемдегі ең үлкен тау. The Pacific is the widest ocean. Тынық мұхиты бұл ең үлкен мұхит дейді. Jet is the most intelligent person I know. Jet мен білетін ең ақылды адамдар дейді. My brother is the oldest boy in his class. Менің ағам өз сыныбындағы ең жасы үлкен бала дейді, иә? This is the most beautiful view of our town. Бұл біздің қаланың ең әдемі көрінісі дейді. Exercise 7. Complete the dialogue with the phrase in the box. Қорапшаның ішіндегі сөздерді, сөз тіркестерін тиісті жерге қойыңыздар деген. I want to visit Manchester. Good idea. I think there are a lot of interesting things to see there. Yeah, there is Old Trafford, the famous football stadium. How far is it from here? It's about 2 hours by coach. How much is a return ticket? A return ticket is £40. That's very expensive. Is it cheaper on the train? No, it's more expensive. The exercise 8. 8-ші жаттығуда listening, тыңдалым деп тұр. Сіздерге ұстаздарыңыз тыңдату керек. Сол тыңдалым бойынша дұрыс емес екенін жазасыздар. Мен бұны көрсеткен жоқпын сіздерге. Осымен бүгінгі біздің қайталау тақырыбымыз аяқталды. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.